Түйеге мінген қасқыр, өмірде болған оқиға желісімен. Бала кезімде нағашыларымдікінде бір түйе болды. Атын қара қасқыр деуші еді. Ол өзі атан түйе болатын. Кішірек болса да керемет күшті. Ауыр жүктердің бәрін соған тиейтін. Оның жаман бір мінезі айналадағы иттерді қуалайтын. Қара қасқыр қораға келгенде иттің бәрі безіп кететін. Ал өрісте жүргенде түлкі, қасқыр көрсе қуалап жөн тоқтатпайтын. Бір күні нағашыларымнан неге осы түйенің атын қара қасқыр атағанын сұрадым. Бұрын осыдан 10 шақты жыл бұрын күзге таман көшетін болып, содан түйелерді қарауға жолға шықтым. Бір күн жүрдім, 2 күн жүрдім, сонау қыстауға дейін жүрдім. Қыстауда өзіміздің қолдан қазған құдық бар еді. Соған бардым. Сол жерде науаға су толтырып атымды суардым. Дүре салып маңайды барлап отырсам, сонау өзекті құмның ішінен түйе мінген біреу келе жатыр екен. Ой пырмай, мына далада не қылған адам? Деп келуін күтіп отырдым. Жақындағанда тағы бір қарасам, алдында иті бар десем, түйені бұйдасынан бір қасқыр жетелеп, үстінде бір қасқыр шоқиып мініп алған. Атымды қораға дереу байлап, өзім сол қораның үстіне шығып алып, мылтығымды оқтап, андып жаттым. Олар сол желісімен суға келіп бірақ тоқтады. Түйенің мұрнында бұйдасы бар екен. Жетелеген қасқыр бұйдасынан тартқанда, түйе жануары шөкті. Үстіндегі қасқыр жерге түсті. Қарасам, алдыңғы 2 аяғы шолақ екен. Артқы 2 аяқтың да тарамысы қиылған. Содан ол сүйретілген күйі суға барды. Өзі әбден шөлдеген екен. Анау қасқыр түйенің жанында шоқиып отыр. Сонан не керек, ол қасқырды атып алдым. Жанына барсам, байғұс кәрі қаншық қасқыр екен. Өзі мүгедек. Екіншісі жас қасқыр. Оны тастамай тамақтандырып ертіп жүр екен. Бекер атқанымды енді түсініп, жаным әбден ашып, қоржынымдағы 3-4 күндік азығым бар болатын. Соны бәрін кәрі қасқырдың алдына тастап, түйелерімді іздеуге одан әрі жолға шықтым. Әлгі түйе артымнан мөңкілдеп қалмай қойды. Одан соң мен түйелерімді тауып, ол түйелерге қосылып, міне содан бері 10 шақты жылдан асты. Бізде мекендеп қалды. Міне осындай бір қызық оқиға болып еді. Сол кезде қасқырдың бір-бірін тастамай, асырап, қамқор болып жүргеннің куәсі болып едім, деп әңгімесін аяқтады нағашым. Оқыған Шығыс қызы. Достар, әңгімемді соңына дейін тыңдап менімен бірге болғандарыңызға алғыс білдіремін. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарийға өз ойларыңызды жазып кетіңіздер. Бұл сіздер үшін 1-2 секундтық іс болғанымен, менің арнамның дамуына қосар үлестеріңіз зор болмақ.